Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін хам палау жасайтын боламын. Хам палаудың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал хам палауымызды бастайтын боламыз. Ең алдымен бисмилля деп өзімізге қажетті заттарды ашып, тазалап алатын боламын. Бізге қажет болады сәбіз, жуа, ет және де осындай стручковый перец, ащы бұрыш яғни. Жұмыртқа керек болады әсемдік үшін және де слоеный тесто қажет болады. Қатпарлы қамырымыз менің алдыңғы жасаған видеомда бар. Алдыңғы видеоларды қарасаңыздар таба аласыздар. Ең алдымен сәбіздің қабығын ашып тазалап аламын. Мен барлық затты дайындап болдым. Енді қуырып бастайтын боламыз. Өзімен керек мөлшердегі майды құйып алдым. Енді майдың қызғанын күтіп, етті қып-қызыл суы тартылғанша қуыратын боламын. Ет жақсылап қуырылды, қарасаңыздар. Енді үстіне жуан саламын. Етті міндетті түрде қып-қызыл қуырсаңыздар, сонда палауымыздың түсі әдемі болып шығады. Сондықтан барынша қызартып қуыруға тырысыңыздар. Пиязды жақсылап қуырылды. Енді үстіне сәбізді саламын. Тағы да баяу отта аздап қуырып аламын. Сәбізді қуырып болдым. Енді үстіне су құямын. Су осы қуырылған сәбіздердің бетімен асып тұру керек. Енді жақсылап қайнатамын. Ет піскенше қайнау керек. Суы жақсылап қайнағаннан кейін оттың астын өте баяулатып қоямыз. Өзі жай бабымен қайнайды. Осы аралықта еттің тұзын дәмі шығады. Егер кем болатын болса, мен тұз қосайын деп жатырмын, зіра және де кристалл тұзын қосайын деп жатырмын. Татымына қарай өздеріңіз қоса берсеңіздер болады. Бірақ артық ешқандай приправа қоспаймын. Алдында да айтып кеткенмін, приправа қоспаңыздар тамаққа деп. Барынша өзі қоспасаңыздар да тамақ өте дәмді шығады деп. Суының түсін қараңыздар, қоңыр, палаудың түсі әдемі болып шығады. Енді өте баяу отта осылай еті піскенше қайнайтын болады. Бетін міндетті түрде жауып қоятын боламыз. Осы аралықта күрішті жақсылап жуып, дайындап қоямыз. Өйткені сразу салып пісіре беретін болатындай. Етіміз пісуге жақын қалды. Осы аралықта күрішті салатын боламыз. Тек су тартылғанша пісіріп аламыз күрішті. Күріш шала пісу керек. Қалғаны пеште пісетін болады. Енді біздің тестамыз дайындаймыз. Мынау менің қатпарлы қамырым. Яғни бұны тура осы күйінше жаятын боламын. Және де беткі слойы мынау. Оған өзіне керекті мөлшердегі қамырды алып алдым. Ол үшін бізге осындай форма керек. Және де әсемдік үшін жұмыртқа мен перец салдым. Енді қамырды жаямын.
формаға жақсылап отырғызатын боламыз. Егер де мынандай қамырлар чересчур көп артық болатын болса, бұны қайшымен қырып тастаймын қазір, пока осылай тұра берсін. Енді беткі қамырын жаямын. Беткі қамыры аздап қалыңдау болған дұрыс, өйткені біздің палау 180 градуста 35-40 минут аралығында піседі. Сондықтан барынша қалыңдау болған дұрыс. Міне қамырым дайын болды. Енді қазір қазанда кеп осыған палауды салатын боламыз. Жақсылап араластырамын. Бұл жерде күріш шала піскен. Яғни бір рет қайнағаннан кейін астын өшіреміз сразу. Жан-жағына осылай жұмыртқамен әсемдік үшін сәндеп шығамын. Бөдененің жұмыртқасын қойсаңыздар да болады. Ортасына чеснок пен перецті де қойсаңыздар болады. Егер ащы десеңіздер, оны қоспасаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Міне дайын болды. Енді бетін жабамын. Артық қамырды осылай кесіп тастайсыздар. Міне барлығын шетін бекітіп шықтым. Енді бетіне жұмыртқа жағамын. Бұл палауға мейіз, ноқат және де өздеріңіздің қалаған нелеріңізді қосып жасай берсеңіздер болады. Палаудың жасалуы да, қатпарлы қамырдың да рецепті менің каналымда бар. Алдыңғы видеолардың барлығын қарасаңыздар болады. Сондықтан қатпарлы қамырдың жасалуын салмадым. Бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер де болады, миндаль қойсаңыздар да болады. Бетін әсемдеу өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне тамақ дайын болды. Енді ақырында кольцосын шешеміз. Өте ыстық болып тұр, сондықтан абайлап шешіп алатын боламыз. Астындағы ыдысы қалды менде, кейін суығаннан кейін алып тастайтын боламын. Осылай ұсына берсек болады. Енді қазір ішін кесіп көрсететін боламын. Палаудың ішкі көрінісін көрсетемін қазір. Жарықтық. Палаудың дәмін көрді үйдегілер. Енді сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер, бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.